Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз қазақ киносы мен театрының қазіргі келбеті бөлімінің 4-ші сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның мәдени өмірі, қазақ театрлары. Оқушы, бүгінгі сабақта сіз қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойыңызды дәлелдеп, келісу-келіспеу эссесін жазасыз. Сын есімнің жасалу жолдарын пысықтап, мәтін құрауда орынды қолдану дағдысын игересіз. Оқушы, өнердің қандай түрін ұнатасыз? Театр өнер туралы не білесіз? Қандай қойылымдарға бардыңыз? Театр мәдениет ошағы, эстетикалық сезім сыйлайтын қасиетті шаңырақ. Театр грек сөзі, сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын жай. Бүгінгі таңда республикамыз бойынша ресми тіркелген 55 театр жұмыс істейді. Бұлардың барлығы да мемлекет қамқорлығындағы театрлар болып есептелінеді. Ал қазақ кәсіби сахна өнерінің негізгі көшбасшысы Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры. Қазақстандағы театрлар туралы толық ақпаратты берілген сілтемеден таба аласыз. Оқушы, осы бөлімнің 2-ші сабағында сіз сын есімнің жасалу жолдарын өткен болатынсыз. Туынды сын есім жасайтын жұрнақ түрлерін қайталап қарап шығыңыз. Оқушы, сабағымыздың келесі жұмыстану кезеңіне көшеміз. Бірінші тапсырма, мәтінді бірге оқыңыз. Қазақ жерінде алғашқы театрлар 19 ғасырдың екінші жартысында құрыла бастады. 1859-1890 жылдары Орал, Семей, Тараз қалаларында шағын драматургиялық труппалар жұмыс істеді. 20 ғасырдың басында татардың көшпелі труппасы болды. 1910-1915 жылдары қазақ өмірінен алынған қысқа драмалық суреттеулер мен сценарийлер жазылды. 1917 жылы Мұхтар Әуезов Еңлік кебек трагедиясының бірінші нұсқасын жазды. 1918-1924 жылдар аралығында Ақмола, Тараз, Көкшетау, Орынбор, Ташкент, Түркістан, Шымкент, Қостанай, Петропавл қалаларында жаңа труппалар құрылды. Онда Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатов, Қошмұхамед Кемеңгерұлы, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллиндердің пьесалары сахналанды. Оқушы, мәтінде сын есімдер кездесті ме? Иә, әрине. Ендеше осы оқылған мәтін бойынша 2-ші тапсырманы орындап көріңіз. Мәтінде кездескен сын есімдерді кестеге орналастырып, жасалу жолын түсіндіріңіз. Тапсырманың дескрипторы, негізгі және туынды сын есімдерді ажыратасыз, туынды сын есімдердің жасалу жолдарын түсіндіресіз. Жұмысыңызды салыстырыңыз, өзіңізді тексеріңіз. Жарайсыз. Жұмысымызды жалғастырамыз. 3-ші тапсырма. Еліміздің бас қаласының көз тоймас жауһарына айналған Астана опера мемлекеттік опера және балет театры туралы ақпарат жинап, театр туралы мәтін құрап жазыңыз. Мәтінде сын есімдерді орынды қолданыңыз. Дескриптор. Тақырып бойынша мәтін құрайсыз, мәтінде сын есімдерді орынды қолданасыз. 4-ші тапсырма. Театр өмірге деген көзқарасты өзгертеді деген пікірмен келісесіз бе? Өз ойыңызды дәлелдеп, эссе түрінде жазыңыз. Төменде берілген клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданыңыз. Дескриптор. Көтерілген мәселеге қатысты қарама-қайшылықты анықтайсыз. Келісу-келіспеу себептерін дәлелдеп жазасыз. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданасыз.
Жас дос, бүгінгі сабағымыздың мақсатына сай бағалау критерийлері бойынша иә немесе жоқ бағанына белгі қойып, кері байланыс беріңіз. Бағалау критерийлері: көтерілген мәселеге қатысты қарама-қайшылықты анықтай алдым, қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолдандым, келісу, келіспеу себептерін дәлелдеп жаздым, сын есімнің жасалу жолдарын білемін және мәтін құрауда орынды қолданамын. Оқушы, қиындық туғызған тапсырма бойынша мұғалімнен көмек сұраңыз. Өзіндік жұмыс тапсырмасы: өзіңіз тұратын жердегі театрлар немесе мәдени орталықтар туралы ақпарат жинап, мәтін құрап жазыңыз. Мәтінде сын есімдерді орынды қолданыңыз. Дескриптор: тақырып бойынша мәтін құрайсыз, сын есімдерді орынды қолданасыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.